Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Бүгінгі видеода осындай пиццалардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Әрине бір пицца емес, 3 түрлі пиццаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қамырына тұз, шекер, дрожж, су, май және де ұн қажет болады. Таза табағымызға суымызды құйып, су міндетті түрде жылы су болу қажет. Үстіне тұзымызды салып, араластырып, және де біздің шекеріміз бен дрожжымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз, және де оның үстіне сұйық майымызды құйып араластырамыз. Енді ұнымызды салып, осындай қамыр илейтін боламыз. Аз-аздан сала отырып. Мен алдымен шанышқының, кейіннен барып қолдың көмегімен қамыр иледім. Мінекей қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, қатты қолға жабыспайтын қамыр шықты. Енді бетін жауып, көтерілгенін күтетін боламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз ашыды. Енді қолымызды майлап, осылай қамырымызды біріктіріп, 3 бөлікке немесе өздеріңізге керекті бөліктерге бөліп аламыз. Мен бұл қамырды 3 бөлікке бөлдім. Мен өйткені 3 пицца жасайтын боламыз. Мінекей 3 бөлікке бөліп алдық. Енді әрбір бөлігін пергамент қағазына осылай жұқа етіп жаятын боламыз. Кішкене майласаңыздар болады, егер де жабысқан жағдайда. Осылай жұқа етіп, видеода көрсетілгендей жайсаңыздар өте әдемі шығады. Енді үстіне салатын салмасын дайындаймыз. Помидорымызды доп-домалақ етіп тураймыз. Енді сырымызды терканың майда жағынан өткізіп алатын боламыз. Және де бізге соусқа бетіне жаққанға майонез бен томат керек болады. Екеуін осылай араластырып, бетіне осылай бірінші жағып аламыз. Барлық жеріне жететіндей етіп, мен осы томат пен майонезді 3 бөлікке бөліп осылай жағып жатырмын. Бірден 3 бөлігін дайындап алдым. Енді помидорымызды бетіне осылай салып шығамыз. Сары помидор, чили қолдансаңыздар да өте әдемі үйлеседі. Мен осылай помидорлардың барлығын осылай салып шықтым. Енді петрушкамызды майдалап турап, бетіне аздап сеуіп шықтым. Жақсы осындай вид беру үшін. Үстіне біздің теркадан өткізіп қойған сырымыздың барлығын салып, салғаннан кейін пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Енді екінші біздің пиццамызға дайындаламыз. Осындай саңырауқұлақты турап, осы бетіне біздің дайындап қойған майонез бен томатымызды жағып, осы біздің саңырауқұлағымыздың салып шығатын боламыз барлығын. Дәл осы видеодағындай салсаңыздар өте әдемі көрінеді. Және де петрушкамыздың көп бөлігін осы біздің саңырауқұлағымызға салатын боламыз. Өте әдемі үйлеседі, немесе шпинат салсаңыздар да болады. Және де сырымызды салып пісіріп аламыз. Енді үшінші бөлігіне мен осындай тауықтың етін пайдаландым. Қойдың етін пайдалансаңыздар да болады, фаршын. Мен тауықтың етін осылай майда қылып турадым, барлығын осылай пайдаландым. Біздің қалған соусымызды осының бетіне жағып, жақсылап барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығамыз. Және де тауықтың етін салатын боламыз. Және де достар, мен тауықтың етін қасына сосиски қолданып, колбаса қоссаңыздар да болады, болмаса тек қана сол фаршпен жасасаңыздар да болады. Мінекей барлық жеріне жететіндей етіп, осы фаршымызды салып шығырдым. Және де сосисканы осылай әдемі қылып қиғашынан турап, осылай барлығын салып шықтым. Ең бетіне сырымызды салып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің 3 пиццамыз да дайын болды. Саңырауқұлақ қосылған, томатный, яғни қызанақ қосылған, және де үшінші түріміз фаршпен, яғни біздің куриный фаршпен және де сосискімен жасалынған пиццамыз. 3 пиццамыз да өте әдемі болып шықты. Дәмі де сондай керемет, өте жұмсақ, жаңадан піссе де өте жұмсақ болып тұр. Өте керемет болып шыққан. Біздің балапандарға өте қатты ұнады. Мінекей достар, біздің пиццаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Қазір бірге дәмін көретін боламыз.
Ең алдымен барлық пиццаларымызды осылай дайындап алдым, және де барлығын осылай бөліктерге бөліп дәмін көретін боламыз. Мінекей барлығын осылай кесіп алдым. Дәмін көру үшін өте керемет болып шыққан екен. Барлық бөлігінен бір-бір тіліктен кесіп алып, қазір бірге барлығымыз дәмін көретін боламыз. Мінекей достар, 3 пиццамыздың да кесіп алдық осылай. Енді бірге дәмін көретін боламыз. Дәмі сондай керемет болған. Өте дәмді болған. Екіншісін көрейік. Бізде бұл мінекей тауық неті қосылған фарш, және де сосиска қосылған тұра. Дәмі сондай керемет болған. Біз арнайы тапсырыспен алатын пиццаның дәмінен кем емес. Бұл енді 3-ші түрлі пиццамыз. Сочный. Өте әдемі болған. Бұл бізде қызанақ, яғни помидор қосылған пиццамыз. Бұл вообще керемет болған. Достар, міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сөзсіз керемет болып шығатын болады. Сіздермен болған Келинка Майра Құлан.